Құрметті ұстаз, білім беру жүйесі әлемде болып жатқан жағдайға байланысты қашықтықтан оқу жүйесіне уақытша көшті. Бұл оқу түрі дәстүрлі оқытудан өзгеше және сізден қосымша дағды мен білікті қажет етеді. Оқушыларды қашықтықтан оқытуды сіз өз тәжірибеңізде алғаш қолданып жатқан болсаңыз, бастапқыда әртүрлі қиындықтар туындауы қалыпты жағдай. Бұл оқытуда бірден сіз күткен нәтиже болмауы мүмкін. Алайда мазасызданбаңыз. Күннен күнге сіздің оқытуыңыз жақсара түседі. Қашықтықтан оқу сабақтары дәстүрліден өзгеше форматта болады. Қашықтықтан оқу кезінде балаға 40 минут бойы компьютердің немесе смартфонның алдында онлайн отыру міндеттелмейді. Әдетте онлайн сабақтарының ұзақтығы оқушының жас ерекшелігіне байланысты 10 минуттан 30 минутқа дейін созылады. Қашықтықтан оқытуды неден бастайсыз? Оқу бағдарламасына сүйене отырып, оқушылардың меңгеруі қажетті оқу мақсаттарын зерделеп шығыңыз. Оларды күрделілігіне қарай іріктеңіз. Оқушылардың өз бетімен меңгере алатын оқу мақсаттарын жеке оқуға беруге болады. Мұғалімнің қолдауымен меңгерілетін күрделі оқу мақсаттарына сәйкес синхронды онлайн сабақтарын жүргізуді жоспарлаңыз. Бұл кезде оқушылар да, мұғалім де бір уақытта байланыста болады. Оқу сабақтарының жоспарын дайындаңыз, сабақтарды бейне лекция, таныстырылым түрінде немесе асинхронды онлайн сабақ түрінде ұсынуыңызға болады. Онлайн сабақ барысында ұсынылатын ақпарат, сұрақтар, тапсырмалардың оқу мақсатына сәйкестігін назарда ұстаңыз. Сабақтардың жоспарын алдын ала оқушыларға жіберіңіз. Сабақтың жоспарында оқу мақсаты, бағалау критерийлері және оқушылардың орындайтын әрекеттер мен оның уақыты көрсетілгені абзал. Сіздердің назарларыңызға оқушыларға ұсынылатын сабақ жоспарының үлгісі көрсетіліп тұр. Сондай-ақ, сабақ жоспарында оқушы көретін бейне жазбаның немесе оқитын онлайн ресурстың сілтемесі ұсынылады. Сіз ұсынып отырған ресурстардың балаға қауіпсіз екендігіне көз жеткізіңіз. Себебі интернет ақпараттардың мақсаты әртүрлі болуы мүмкін. Сіз ұсынған ресурстар оқу мақсатына жетуге ықпал етеді ме деген сұрақты қойыңыз. Артық ақпараттардан аулақ болыңыз. Жоспардың келесі бөлігінде осы қарастырылған ресурстар бойынша оқушыларға тапсырма беруді жоспарлаңыз. Тапсырманың мазмұны мен деңгейі оқу мақсатына сәйкестігін назарда ұстаңыз. Оқу мақсаты жоғары ойлау дағдыларына бағытталған болса, оқушыларға ұсынылған тапсырмалар, сұрақтар деңгейде талдау, жинақтау, бағалау түрінде ұсынылуы қажет. Егер сіз сабақтарды бейне жазба, презентация арқылы ұсынатын болсаңыз, оқушы оны көріп отырғанда өзіне арналғанын сезінгені абзал. Мүмкін, сіз бейне жазбада оқушылардың барлығының атын кезектесіп айтып өтерсіз. Таныстырылымның басында оқушылардың тізімін ұсынарсыз. Қашықтықтан оқу сабақтарын жоспарлап алғаннан кейін оқушылармен кіріспе әңгіме жүргізіңіз. Бірінші кіріспе сабақта оқушылармен қашықтықтан оқудың ерекшеліктерін талқылаңыз. Бұл оқу түрі мұғалімнен де, оқушыдан да ерекше жауапкершілікті, жоғары ынтаны қажет ететіні туралы ашық әңгіме құрыңыз. Талқылау барысында оқушыларда мейлінше жағымды және оң эмоция тудыруға тырысыңыз. Барлық оқушының атын атауға тырысыңыз. Бұл әдіс алыста отырған сізді оқушыларға жақын етеді. Ал сабақты неден бастайсыз? Оқушыларға оқу мақсаттарын және оны бағалау критерийлерін таныстырыңыз. Оқушылармен оларды талқылаңыз. Сабақтың жоспары бойынша оқушылардың әрекеттері мен уақытын пысықтап өтіңіз. Оқушылардың оқу мақсатына жету деңгейін анықтау үшін арнайы талқылауға тарту сұрақтарын қойыңыз. Бұл сұрақтарды сабақты жоспарлау барысында алдын ала дайындап қойыңыз. Оқушылардың жауаптарын талдай отырып, бірден кері байланыс беруге тырысыңыз. Оқушыларға қандай тапсырма беруге болады? Бір отбасында
бірнеше оқушы болуы мүмкін, және оқушыға басқа да пәндер бойынша білім алу қажеттігін ескере отырып, берілетін тапсырмалардың мөлшерін шақтауға тырысыңыз. Олардың қанша уақыт алатынын алдын ала болжаңыз. Оқушыларға берілетін тапсырма өз бетімен мәтінді оқуға, бейне жазбаларды көруге және олар бойынша сұрақтарға жауап беру тапсырмаларын беруге болады. Сондай-ақ оқушыларға сыныптастарымен бірлесіп ортақ электронды постер жасау тапсырмаларында ұсынуға болады. Интернеттің ресурстарын пайдаланып, оқушыларға интерактивті тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беруге болады. Сонымен қатар, оқушыларға қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды беруді ұмытпаңыз. Сіз оқушылардың барлығына бірдей деңгейде тапсырма бере аласыз. Ал кейбір жекелеген оқушыларға арнайы деңгейдегі тапсырмаларды ұсына аласыз. Ал енді келесі сұрақты қарастырып көрейік. Оқушыларға кері байланыс қалай беріледі? Егер сіз оқушылармен онлайн сабақ өткізіп жатсаңыз, кері байланыс оқушылардың жауаптарына қарай беріледі. Сондай-ақ, оқушылар жеке тапсырма орындағаннан кейін, сіз арнайы дескриптор арқылы кері байланыс бере аласыз. Оқушылардың көпшілігінде бірдей жақсарту тұстары бар болса, оларды ортақ чаттарда талқылауға болады. Егер кері байланыс жекелеген оқушыларға арнайы берілетін болса, оларды оқушылардың жеке электронды поштасына немесе арнайы нөмірлеріне хабарлама жіберуге болады. Құрметті ұстаз, оқушылардың ынтасын естен шығармаңыз. Сіз қашықтықта отырсаңыз да, оқушылардың күнделікті үнемі ынтасының жоғарылауына жұмыс жасаңыз. Сол жағдайларды ойластырыңыз. Оқушылар мен ата-аналарға қол жетімді болыңыз. Оқушылар қажеттілігі бойынша сізге сұрақ қоя алатындай жағдайды ойластырыңыз. Ата-аналар мен оқушылардың оқу мақсатына жетуде болатын болжамды кедергілерді талқылаңыз. Кедергілерді шешу жолдарын бірлесіп анықтауға тырысыңыз. Құрметті ұстаз, бұл оқыту түрінде де сіз өзіңіздің ісіңізді және алдыңыздағы оқушыларды жақсы көретіндіктен табысқа жететініңізге сенімдіміз.